Аузу биллахи минеш-шайтанир-ражим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Көңілдер шырағынан, Сиражул Құлуптан үзінділер. 8-ші сұрақ. Сұрақ: жөйт, қиямет күні құлдар өтетін сираттың сипаты қандай? Айтып бер деді. Жауап: пайғамбар Алланың оған сәлемі болсын айтты: ей жөйт, біл және хабардар бол, сират тамақтың үстіне орналасқан бір көпір. Барлық халық содан өтеді. Сираттың ұзындығы 3000 жылдық жол. Ол сират қылдан жіңішке, қылыштан өткір, әрқайсысы қолдарына күрсі ұстап тұратын періштелер бар. Шопанның қойды айдағанындай, олар халықты сиратқа қарай айдайды. Бәрінің өтетін жері сол. Содан кейін пайғамбар сират басына: Алланың оған сәлемі болсын, мейірім періштелермен бірге келіп, екі қолын жайып дұға жасайды. Періштелер әмин, әмин дейді. Дұғасы мынау: Аллахумма ихфаз уммати хазас сирата. Яғни, Тәңірім, үмметімді мына сираттан сақта. Құл аяғын сираттың үстіне қойған уақытта мұсылман құлдар сауап мөлшеріндей ғана өтеді. Пайғамбар Алланың оған сәлемі болсын былай деген: найзағай секілді өтетін бір топ адам болады, және желдей өте шығатын тағы бір топ адам болады. Құстай ұшып өтетін тағы бір топ адам болады. Аттай шауып өтетін тағы бір топ адам болады. Жаяу жүргіншідей өтетін тағы бір топ адам болады. Нәрестедей еңбектеп өтетін тағы бір топ адам болады. Бір тәулік бойына өтетін біраз құлдар болады. Бір ай бойына өтетіндер болады. Біразы бір жыл бойына өтеді. Біразы 25 000 жыл бойы қалады. Қияметтің бір күні дүниенің 50 000 жылына тең. Бұл туралы Алла Тағала Құранда былай деп хабар берген: Фи яумин кана миқдаруху 50,000 санатин. Мөлшері 50 000 жылдық бір күнде ұшып шығады. Әбу Хурайра, Алла одан разы болсын, пайғамбардан, Алланың оған сәлемі болсын, былай деп баяндайды: сираттан өтіп тамаққа жақындағанда олар: ей Құдайым, тамақтан құтқардың деп Тәңірге мадақ мақтаулар айтады. Біразы отқа құлайды. Сонда олар: Тәңірім, 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 біз барлық денелерімізді пида қылдық, тек жүзімізді сақта дейді де, Тәңірім, сен білесің дейді. Сонда: ей құлдарым, менен басқа тілек сұрамаймыз деп маған уәде беріңдер деген жарлық келеді. Бұл тамақтан өткендер: уәде бердік, басқа ешнеше сұрамаймыз дейді. Бұлардың жүзін күйдірмеңдер деген отқа жарлық келеді. Сонда бір сағат қалады. Алыстан бір көлеңкелі ағаш көреді. Алыстан бір көлеңкелі ағаш көреді. Олар: Тәңірім, 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 бізді ана ағаш көлеңкесіне жеткізсең болды, басқа ешнәрсе сұрамаймыз дейді. Сонда: ей құлдарым, маған уәде бермедіңдер ме? Уәделеріңді қалай бұзасыңдар? Сол ағаш көлеңкесіне барыңдар деген жарлық келеді. Барады, бір сағат ағаш көлеңкесінде қалады. Содан кейін жұмақты көреді. Жұмақтың қош иісі мұрындарына жетеді. Олар: Тәңірім, 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 жұмаққа қарауымызға рұқсат бер дейді. Және: ей құлдарым, маған неше рет уәде бердіңдер? Тағы уәделеріңді бұзып тұрсыңдар деді. Бұл құлдар: Тәңірім, 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 тағы бір тілегімізді орында, басқа тілек сұрамаймыз дейді. Сонда: тілектерің не? деген жарлық келеді. Күнәһарлар: жұмақтың қақпасына алып бар, жұмаққа және сарайларына, хор қыздары мен қызметшілеріне қарайықшы, басқа тілек сұрамаймыз дейді. Сонда барыңдар деген жарлық келеді. Бәрін көреді, бастарын төмен салбыратып, аң-таң болып, шарасыз қалады. Тағы тілек сұрауға қатты ұялады. Сонда: ей құлдарым, неге тілек сұрамайсыңдар деген жарлық келеді. Олар: Тәңірім, ұяламыз, себебі бірінші рет уәде беріп, уәдемізді бұздық, енді артық тілек тілемейміз дейді. Сонда Тәңірден: аса құдіретті әрі ұлы: ей күнәһар құлдарым, сендер әлсіз болсаңдар, мен мейірімдімін, менің бергеніме разы боласыңдар ма деген жарлық келеді. Олар: Тәңірім, 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 разымыз дейді. Сонда: ей құлдарым, барыңдар, жұмаққа дүниеден 10 есе мүлік бердім
деген жарлық болады да періштелерге қарата: ей періштелерім, мына құлдарымды Сауан деген хауызға алып барып жуындырыңдар, содан кейін жұмаққа алып келіңдер дейді. Ол періштелер солай жасайды. Содан кейін киім кигізіп жұмаққа кіргізеді. Сауап жасағандар сарайларға кіреді. Ол сарайлардың үлкендігі 6000 жылдық жол. Ол құлдар сонда қалады.